достар, бүгін сіздермен бірге үй жағдайында жасалатын балалардың сүйіп жейтін келеш-кейін жасайтын боламыз. Үйлеріңізде осылай қатып қалған немесе қалып кеткен нандарыңыз болатын болса, оны тастамаңыздар. Себебі оны бір кәдеге жаратамыз, яғни келешке жасайтын боламыз. Осылай нандарымызды төрт бұрышты етіп, немесе дөңгелекше етіп, немесе ұзынша етіп, яғни өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап алсаңыздар да болады. Мен кубик тәрізді етіп турап алдым. Келесі кезекте туралған нандарымызды ыдысымызға салып алатын боламыз. Егер де көп жасасаңыздар, көп нан кетеді. Келесі кезекте 2 ас қасық майды құйып аламын, яғни мен көз мөлшерімен қостым. Көбірек қоспаймыз майды. Келесі кезекте осындай кептірілген ас көктер бар. Дүкендерде сатылады. Мен дәмдеуіш ретінде қосқан болатынмын. Осылай азырақ қоссаңыздар болады. Және де оның жанына осындай қара бұрышты да қосуға болады. Келесі кезекте паприканы қосамыз. Өздеріңіздің еріктеріңіз бойынша тұз қоссаңыздар болады. Мен тұз қосқан жоқпын. Осылай қасықтың көмегімен жақсылап тұрып, араластырып алатын боламыз. Барлығы біркелкі араласуы қажет. Келесі табамыздың ыдысын дайындап, осылай жаңағы туралған нандарымызды ыдысымызға салып аламыз. Және де барлығын бір тегіс етіп жайып шығатын боламыз. 180 градуста печкада 20 немесе 25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне бізде осылай болып шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай дәл дүкендегідей болып шығады. Дәмі өте керемет. Біздің YouTube парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.